Так, бүгін сіздермен ағылшын тілінің ішіндегі сөз тәртібі жөнінде сөйлесеміз. Сөз тәртібі ол ең фундаментальный нәрселердің біреуі. Не сияқты? Шахтар сияқты. Потому что сөз тәртібін дұрыс құрастыра алған адам, ол айтсам, ағылшын тіліндегі негізді түсіне алады да. И ол дұрыс жауап табуға көбірек несі болады, мүмкіндігі болады. Бірінші былай айтайын, ағылшын тіліндегі сөз тәртібі деген кезде біздің ойымыздағы ең алғашқы келетін сөз ол I love you. Неге? Неге I love you? Себебі ағылшын тілінде сөйлемдегі сөз тәртібі бастауыш, баяндауыш, одан кейін қалған сөйлем мүшелері. Яғни бірінші кім немесе не, одан кейін бар ол не істеді, одан кейін бар қашан, қалай, қайда, кіммен деген сияқты нәрселер жүреді. Ең основной базовый нәрсесі осы. Оны ұмытпау үшін біз осы I love you деген стратегияны береміз. Яғни I деген мен бәріміз білеміз, ол адам. Love деген не істеу, жақсы көру, одан кейін you кімді, сені, ол толықтауыш. Яғни бастауыш, баяндауыш, толықтауыш деген сияқты идея. Сіздер осы нәрсені есте сақтауыңыз керек, ол бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, мен бұйрық рай болады. Біреуге бір нәрсені істету мақсатында айтылған сөйлемді бұйрық рай дейді қазақ тілінде. Сол сияқты ағылшын тілінде бұйрық рай бар. И ағылшын тіліндегі бұйрық рай ол просто етістік қолданады. Мысалға, Nike-тың несі бар? Nike-тың слоганы бар. Кім біледі Nike-тың? Ешкім білмейді ма Nike-тың слоганы? Слоган деген не білесіз ба? Қалай сұрақ? Nike деген компания бар ғой біздегі. Соның мысалға қандай бар еді? Жай өзім айтайыншы. Уақыт солай қойын. Just do it деген сөз бар ғой. Just do it деген кезде біз осы Nike-тың слоганы қойамыз. Бұл жердегі айтатын нәрсе, опять же, ассоциация болу үшін. Опять же, ассоциация болу үшін. Ассоциация ол миға не береді? Нақты береді. Бекер қойып жүре саласыз ба? Так. Получается, біздегі идея ол... Гүлдана микрофонды еще сам ашып. Бір секунд. Екім бірін айтқандығын. Қалай дейді? Так, just do it деген айттым. Just do it деген нәрсе ол бізде нені көрсетіп тұр? Бұл бірінші ассоциация. Неге ассоциация? Потому что сіздердің миларыңыздағы бір нәрсемен байланыстыру үшін, чтобы ертең осы нәрсе есіңізден шығып кетпеу үшін. Бұл ненің ассоциациясы енді? Бұның ассоциациясы ол ағылшын тілінде бұйрық айтқан кезде, яғни кел, отыр, жат, тұр, мынаны орында, ананы алып кел, ананы істе деген сияқты нәрсе бар ғой. Сол кезде етістік басында тұра береді. Мысалға мен қазір былай айтсам, кел десем, кел десем, мен просто айтамын. Come деймін, бұл кел. Немесе go on деймін, жалғастыр. Құры деген сөз get away, немесе get out. Кет, жоғал, құры деген сөз. Яғни сөйлем сразу бастауыштан, точнее баяндауыштан бастауы мүмкін. Біріншісі I love you деген нәрсе сөйлемнің құрылымында ең главный конструкция ол бастауыш, баяндауыш шығарған сөйлем мүшелері еді. Ал не келген кезде, бұйрық райға келген кезде бастауыш басына шығып кетсе ешқандай проблема жоқ. Сосын бұл жерде сын есімдерге байланысты бір тақырып бар. Мысалға біз қазақ тілінде бізге бәрі андай сөз бар. Мысалға, менің, сары, әдемі, айтсам, қымбат, жібектен жасалған көйлегім бар. Бір айтты жоқ та мен оны менің жібектен жасалған сары, қымбат көйлегім бар десе не болады? Немесе менің қымбат, сары, жібектен жасалған көйлегім бар десе разница жоқ қой. Бірақ ағылшын тілінде разницасы бар. Оны қазір сұраққа келген кезде айтамын. Примерно орын тәртібіне байланысты айтылатын әңгіме осы.
көбінесе осы. Бірақ енді сұрақ болған кезде, жоқ деген кезде деген әңгімелер бар. Оны қазір тесттің ішінде талдау кезде походу түсіндірерім. Оған мыжып отырмай тұрады. I love you'ды айттым, just do it'ты айттым, и бұл жерден ары қарай кете береміз. Мысалға, мына жерде бірінші сұрақта find the right sentence деп тұр. Яғни дұрыс сұрақ сөйлемді тап деп тұр. Біріншісі pass the salt to it, pass the salt at it, pass the salt to the it, pass to it the salt, pass this it a salt дейді. Яғни бұл жерде бері қарай болып тұр. Pass деген сөз соған алып бер жібер деп отыр да. Salt деген сөз ол бізде тұз. Эд деген сөз Эдвард, яғни адамның аты. Бұл жерде білуіңіз керек нәрсе, ол етістік бірінші тұр бәрінде. Көрдіңіз ба? Демек ол бізде бері қарай. Екіншісі эд деген нәрсе тұр. Эд деген, мысалы мен былай айтпаймын ғой, Зе Гүлдана, Зе Жания, Зе Амина деп айтпаймын ғой. Мен просто или Гүлдана, или Жания, или Амина айтамын. Сондықтан мына жерде С вариант тапсаймын. С вариант керек емес. Потому что адам атының алдында Зе қолданылмайды. Екіншісінде сөйлемнің тәртібіне байланысты біз нені береміз? Нені беріп жатыр? Сосын барып қана кімге тұрады? Сонда получается pass, одан кейін тұз деп айтуымыз керек. Получается бізде мына вариант кетті. Мына вариант тоже кетеді, дұрыс па? Адам алдында Зе тұр. Мына вариант кетті. Мынау қалды. Pass the salt to it қалды. Pass the salt at қалды. Және pass to it the salt қалды. Баған айттым, бірінші зат тұру керек дедім. Сондықтан д вариантта кетеді. Бізде зат емес, эд тұр мына жерде. Бізде қалған екі вариант. А және Б. Енді А мен Б-ның арасында қандай айырмашылық бар? Өткенде сағатқа байланысты әңгімені түсіндіргенде айтқам, Баратсам бір жаққа қарай. Бағытты көрсе, онда ол to. Ал эд деген нәрсе уже сол жерде тұр. Мысалға, I stay at the station. Мен станцияда тұрмын. Түсіндір алдым ба? Біз бұл жерде ненің ішінде, сөйлемнің ішінде тұзды Эдвардқа алып беріп жібер, немесе қол созып жібер, Эдвардқа қарай деп отыр ғой. Сондықтан бізде А варианты болады. Түсіндір алдым ба? Бұл жерден уже біз үш түрлі сразу бір ереже немесе лайфхак шығара аламыз. Біріншісі, адамның атының алдында ешқашан Зе қолданылмайды. Ол Зе деген нәрсе ол белгілілік артиклі ғой. Ал белгілілік артиклі ол адам итакта белгілі болғанға қажет емес. Екіншісі, бері қарайда бірінші зат, одан кейін барып адам тұрады. Пока осы. Бірінші сұрақта бізде А варианты. Екіншісі, I couldn't understand деп тұр. Екінші сұрақта. To who she was addressing, who she was addressing to she was who addressing, to who she was addressing. Бізде байқасаңыздар, сөйлем екі бөлімнен тұрады. I couldn't understand деген бірінші бөлімі, және екінші бөлімі мына сөйлемдер. Сіздер осында екі бөлімнен тұрған кезде, сөйлем екі бөлімнен тұрған кезде, және ол жерде предлогтар, яғни to, at, for деген сияқты нәрсе көріп тұрсаңыздар, онда предлог постоянно сөйлем соңында тұрады. Түсіндір алдым ба? Сөйлем екі бөліктен тұрса, құрмал сөйлем болатын болса, ол сабақтас болуы мүмкін, ол салас болуы мүмкін, разница жоқ. Әйтеуір бір екі сөйлемнен тұратын сөйлем болып тұрса, онда егер оның ішінде предлог at, to, for, from деген сияқты тұратын болса, онда олар сөйлем соңында тұрады. Получается, бізде мына жерде дұрыс жауабы C. Аударып көрейік. I couldn't understand who she was addressing to. Яғни, мен оның кімге бағыттап жатқандығын түсінген жоқпын, немесе кімге адресовать етіп жатқандығын, сөзінің, немесе әрекеттің, немесе бір затты кімге беріп жіберіп жатқандығын түсінген жоқпын деп отыр. Орысшасында я не мог понять, кому он адресовал деп айтып отыр. Окей? Мына to деген соңында тұрған үшін осы жақтан тауып алдым. Неге? Потому что мына жерде сөйлем екі бөліктен тұр. Мынау бірінші бөлігі, мынау екінші бөлігі. Мына предлогтар соңында тұрады көбінесе. Егер таппай айтсаңыздар ғой, енді мағынасын түсінетін болсаңыздар да сөйлемнің, проблема жоқ. Үшінші сұрақта.
Don't most of people in Brazil speak Portuguese дейді. Мына жерде қандай сөйлем? Қалай ойлайсыздар? Болымсыз сөйлем. Сұраулы ма? Сұраулы ғой. Сұраулы дегеннің өзімен түсінікті ғой, дұрыс па? Что сұрақ белгісі тұрғаннан кейін барып сұраулы ол. Иә? И басында don't деп тұрған сол болымсыз. Все, болды, ары қарай кете береді. Д варианты ары қарай кете береді. Неге? Потому что do дегеннің жанында not бар, don't болып тұр. Not болған үшін ол болымсыз, соңында сұрақ болған үшін ол сұраулы. Все. Вопрос короткий. Ответтер ағылшынша келуі мүмкін ба осы сұрақ? Жоқ, қазақшада келуі мүмкін. Мынандай ғой енді, мынандай сұрақтар мыңнан бір шығар, мынандай. Сұрақтарды тоже мыңнан бір, мындай сұрақтар аз өте. Мына жерде after the agreement had been signed, the delegation left France. Қандай сөйлемнің? Қанша сөйлемден тұр бірінші айтайыншы соны? Екі сөйлемнен тұр. Екі сөйлемнен тұратын болса, значит ол сложное предложение, дұрыс па? Енді бессоюзный деп тұр ғой. Бессоюзный деп тұр ғой. Сол бессоюзный деген сөз кешегі біздің because, since, after, for, but деген сөздер ғой. Онда сөз кезіп тұрған жоқ. Значит, бізде бұл жерде сложно подчиненное, бессоюзное. Қазақша аударған кезде сабақтас тұрмалы сөйлем. Окей? Сабақтас тұрмалы сөйлем болғандықтан біз бұл жерде сложно подчиненное, бессоюзное делдік. Неге? Потому что ортасында екі сөйлем отырып союз жоқ ешқандай. Даже and деген сөз жоқ. But, because деген сөз жоқ. Since деген сөз жоқ. И сложно подчиненное, потому что екі бөліктен тұр. Болды. Простой деп айтамаймыз, отрицательный деп айтамаймыз. Отрицательный деген болмысы ғой. Ешқандай don't, not деген сөз жоқ. Сложно сочиненный деген сөз емес, потому что на delegation less front деген сөз ол екінші сөйлем бірінші сөйлеммен айтсам байланысты болып тұр. Сложно сочиненный, короче, мыйлан жастай қойыншы. Төртте бізде Бағанаңқы, басыңқы деген емес па? Қалай? Басыңқы, бағанаңқы деген емес па? Қазақ тіліндегі басыңқы бағаныңқы ғой. Қазақ тіліндегі бағаныңқы сабақтас тұрмалы сөйлем ғой. Так, бесте. Find the right sentence. Мына жерде қызық бір нәрсе бар. Мен бұны сабақтың ішінде айтқан едім. Бұл андай бағана айтқан нәрсе сияқты. Қазақ тілінде маған бәрібір. Мысалы мына сөйлем. That's a brown leather coat attractive дейді. Яғни мынау қоңыр кожаный пальто әдемі. Ну, әдемі деген алдында тұру керек. Коуттың, потому что коут деген сөз ол бізде пальто ғой. Пальтоның ар жағына сын есім шығып кете алмайды. Сын есімнің орны ол зат есімнің алдында. Мысалы, әдемі бала, жас қыз, кәрі адам деген сияқты. Ағылшын тілінде дұрыс ойнады. Сын есім зат есімнің алдында тұрады. Мынау вариантты енді вообще қабылдамаймын мен. А вариант. Қалғандар барлығында коут ең соңында тұр. Коут деген сияқты ең соңында тұр. Бұл жерде енді қараңыздар. That's a brown, attractive leather jacket. Яғни мынау қоңыр, әдемі, немесе тартымды, кожаный пальто. Екіншісінде мынау әдемі, кожаный, қоңыр пальто. Үшіншісінде мынау әдемі, қоңыр, кожаный пальто. Төртіншісінде мынау қоңыр, кожаный, әдемі пальто. Қазақ тілінде пофиг, грубо айтқан кезде. Қазақ тілінде оған қарамайды. Мына нәрсені негізі қайтсам, бір ассоциация есебінде жаттап алсаңыздар болады. Ол ассоциацияның аты Осашком. Бұл осашком деген не? Осашком деген нәрсе біздің қайтсам
әсер ете алмайтын нәрселерімізден бастап құрастырылған нәрсе. Біз мысалға O деген сөз opinion, иә, менің ойым. S деген size, A деген age, SH деген сөз shape, иә, деген сияқты ары қарай, яғни әрбір сын есімнің өзінің общий, қайтсам, сын есімнің өзінің ерекшелігіне байланысты. Мысалға қандай болады ғой? Түс деген сөз бар, размер деген, аударма сондай ғой енді. O деген сөз opinion, яғни сенің оған байланысты ойың, әдемі, тартымды, қызық деген сияқты, иә. Екіншісі size деген сөз размер. Размер үлкен, кішкентай, M, L, S деген сияқты болады ғой. A деген сөз age, яғни оның жасы, кәрі, жас, орта жастағы деген сияқты. Немесе ескі затқа байланысты, иә. Сондай нәрселерді әрқайсысы мынау не істейді? Анықтайды. Енді мына жерде ең біріншісі маған отыр ғой бірінші. Дұрыс па? Отыратын болса ол opinion, яғни менің ойым. Ол жақсы, жаман, тартымды, тартымсыз, жиіркенішті деген сияқты нәрселер. Значит, мен мына жерден ең аны алып тастадым сразу. С, Д бар. Б, С, Д, Е бар, иә? Бұл жерден сразу Б мен Е-ні алып тастаймын. Неге? Потому что біздегі opinion деген нәрсе бірінші тұр. Attractive деген сөз ол тартымды, ол ой ғой. Сол ой болған үшін С мен Д ғана қалады. Енді екеуі кетіп барды. That's an attractive leather brown jacket. Или that's an attractive brown leather jacket. Coat, кешірім, coat деп тұр. Бұлардың ішінде O деген opinion, S деген size, H деген размер, точнее, жасы, Ш деген сөз ол shape, яғни формасы, К деген сөз ол color. Одан кейін түсіп тұр. Түсіп тұрғаны үшін мен D вариантын таңдаймын. Leather деген сөз ол origin, яғни оның шығу тегі, неден жасалған деген мағынаны білдіреді. Окей? Сондықтан да мен бұл жерде D вариантын таңдаймын. Миларыңызды ашытпау үшін ең біріншісі адамның ойы тұрады деген нәрсе жаттауыңыздар шықса болды. Мысалы, good, bad, attractive, не болуы мүмкін тағы, horrible деген сияқты. Осындай 3 қатардан, 4 қатардан сын есімдер тұрады, иә? Сол сын есімдердің ішінде адамның ойы ең бірінші тұру керек деген нәрсе жаттауыңыз болды. Ар жағындағыларды енді примерно көруге болады. Потому что мына жердің өзінде сіз 5 варианттан 3 вариантты сразу алып тастадыңыз. Ал оның ішінен екеуі қалған кезде енді ішіне кіру керек. Просто осташком деп жаттап алсаңыздар болады. Оны былай ерінбей жазып көрсетейін ба сіздерге? Өздеріңіз жазсаңыздар болады. O дегені ол opinion. Мнение деп айтсайшы орысша. Мнение. Адамның ойы. S деген сөз ол size. Size деген сөзді қыздар білетін шығар, размер. Киімге байланысты нәрсе ол. A деген ол age. Жасы. Ш деген ол shape. Shape деген сөз фигура емес. 4 бұрышты, 3 бұрышты, қисық дегендерді айтсақ болады. Айтамын. К деген сөз ол бізде color, түсі. O деген сөз ол origin. Неден жасалған? M деген сөз ол M деген сөз. Осы школының ішінде M. No. Origin деген сөз ол қайда жасалған? No. Material. Shape деген сөз жаңағы орысша. Қай?
Пішін. Иә, пішіні дұрыс айтады. Пішіні тема. Пішіні. Негізі осындай. Осы порядок ағылшын тіліндегі қазақ тілі сияқты емес. Осы порядок бойынша орналасады. Оны бірақ, общий картинасыға көрнекі болу үшін осылай жазып көрсеттім. Иә. Бірақ та оның барлығын жаттаудың қажеттігі жоқ. Ана origin деген кезде ол қайда жасалған ғой? Біз бәріміз білеміз ғой, made in China деген нәрсені. Тура сол сияқты мына жердегі ол сол origin қайда жасалғандығы, материал. Қандай материалдан. Так, келесі сұраққа кеттік. Мынаны өздеріңізге скриншот жасап, немесе суретке түсіріп алсаңыздар болады. Бұл өте маңызды нәрсе. Но бірақ бір сұрақ келеді. Если жауап бермесеңіздер, не страшно. Главное, өзіңізді кінәлі сезініп жемесеңіз болды, қалғанын ұмытып кетпейтіндей. Келесі, choose the correct sentence. Мына жерде енді толтырып жазған сөйлемдерді. Бұл жердегі бағанағы ереже орын алады. I love you деген. I деген кезде біз айттық, ол адам немесе зат дедік. Значит, біріншісі we тұру керек. We деген біз ғой. С вариантына бара ғой дейміз. Дұрыс па? Екіншісі бізде не тұру керек? Баяндау үшін есте тұру керек. Together деген сөз ол бірге деген сөз. Значит, А вариантында кете тұр дейміз. Бізде Б қалды, Д қалды, Е қалды. We walk together. We walk to the end of the together garden. We walk to the garden of the garden дейді. Сонда бізде сөйлем бастаушыдан бастау керек болғандықтан together кетті. Екіншісі орын walk болған үшін А кетті, Б, Д, Е қалды. Давайте Б, Д, Е оқып көрейік. We walk together to the end of the garden. Біз орысша айтайыншы, чтобы сразу естеу үшін. Айырмашылық байқау үшін. Мы прогулялись вместе до конца сада. Деп айтып жатыр. Екіншісінде Д вариантында мы прогулялись до конца вместе сада. Е вариантында мы прогулялись до конца вместе сада. Қайсысы дұрыс? Ба. Иә, Б варианты. Яғни біз бірге бақшаның соңына дейін жүріп қайттық. Орысшасында мы вместе прогулялись до конца сада деген вариант. Қалғандар не үшін демейді? Потому что кәдімгі құлаққа режет ол. Ондай сөйлем тәртібі болмайды. Яғни біріншісі біз серуендедік, бірге соңына дейін бақтың. Мына жерде біз серуендедік, соңына дейін бірге бақтың болып қалды. Сол үшін Б варианты бізде дұрыс. Так, 7. Make up a question from the word in below. Бұл жерде өткенде айтқанмын. Қалай ол? Мынандай сөздерді көресіздер ғой? What, which, who, не бар тағы? When, why деген сөздер көресіздер ғой? Сұрақ қойған кезде when, why, what, who деген сияқтылар болған кезде, осы сұрақ болған кезде, онда мен бұл сұрақта, бұл сөздерді ең басына қоямын. Бұл потому что арнайы сұрақтар. Бұларды басына қоямын. Бұларды басына қоямын деген нәрсені біліп алған кезде, уже автоматты түрде 3 вариантқа қоя қойыңдар деймін. Дұрыс па? Одан кейін өте қарапайым ереже, біздер неге байланысты? Modal verbs, can деген модальный глагол дейді ғой. Can дегеннің аудармасы не? Жасай алу. Д болады ғой. Қолынан келу жасай алу еді. Ал сол модальный етістіктерде сұрақ қойған кезде не істейтін едім? Алдына шығарамыз. Тема. Енді маған қай вариант таңдайын сонда? Д варианты. Болды. What can you do? Сен не істей аласың? Что ты можешь делать немесе делать? Даусын естілмей қалды ғой. Тағы да бір айтамын онда. Біз модальный етістіктерге сұрақ қойған кезде модальный етістік алдына кетіп қалады. Ал енді модальный етістік алдына кетіп қалады деген сөз ол по-любому надан кетіп тұрады.
Біріншісі арнайы сұрақтың сөзінің өзі болады біріншісі. When, why, what, who деген. Одан кейін бар модаль иесі тұрады, сөйлемнің басы сияқты, ары қарай уже сөйлем жалғаса береді. Сондықтан бізде дұрыс жауабы D варианты. Тағы да қандай модаль иестерін білеміз? Should, might, Should. Тағы қандай бар? May емес, may. Must. May деген. may. Айғу. Сосын? May, must. Must бар, яғни мына сөздердің бәрін көрген кезде, олармен сұрақ қою үшін, модаль иесі сен алдына барып келші деп айтамыз ғой. Сен алдына барып сұрақ қойып келші, қайтып бересің деп. Окей? Ал мына сөздер, олар как будто не сияқты? Айтсам, кавалерия сияқты, аттаскер алда жүреді ғой. Сол кавалерия сияқты, олар постоянно ең басында тұрады. Олар корольдер, содан басталу керек сөйлем. Хорошо? Сондықтан бізде дұрыс жауабы D варианты. What can you do? 8-ге кеттік. Мынаны өздеріңізге не істей алыңыздар? Скриншот жасауыңыздар, как учиться. Опять сөйлем қосылу керек. Опять сөйлем қосылу керек. Қай вариантты сразу алып тастайын? C. Си, молодец, тема. Сиді алып тастайын, потому что 95% случайда ағылшын тілінде сөйлем бастауыштан бастады. Сиді алып тастадым, автор деген үшін. Сен бара ғой, сен әлі сабақ түсінбепсің деп. Қалай қаяқта тұратынын білмейді екенсің сен деп. Енді менде не қалды? Менде А, Б, Д, Е қалды. Оқып көрейік. I phoned immediately home after I arrived to the airport. I phoned home immediately after arrived I to the airport. I phoned home after immediately I arrived to the airport. I phoned home immediately after I arrived to the airport. Бағана нәрсе айтайық. Ада immediately. болады шығар. Immediately деген алдында тұр, сол дұрыс па, дұрыс емес па? Home'ның алдында. Бағана айттым ғой. Біз ағылшын тілінде істеуіміз керек нәрсе, адам емес, істеуіміз керек нәрсе бірінші тұрады. Мен мысалға, мына жерде үйге бару ғой, дұрыс па? Точнее, звондау, үйге звондау. iPhone-ден кейін не тұру керек? Етістіктен кейін істеу тұру керек қой. Вариант. Жоқ, етістік дұрыс қой енді, етістікке істеу тұру керек деген сөзбен келсем. Имеется в виду, істеу етістіктен кейін тұрады. Бірақ сразу тұрады деген сөз жоқ өзі. Бағана айттым, осы сөйлемден алдында. Анды алып тастаймыз, ондай болды. Аны алып тастадық, сын алып тастадық. Дұрыс па? Баны да алып тастаймыз. Нені? Баны да алып тастаймыз. Неге алып тастаймыз? Автоден кейін көбінесе ай болу керек емес па? Тема. Молодец. Яғни, сөйлем екі бөліктен құралып тұр ғой. Біреуі мен үйге звондадым, екіншісі мен аэропортқа келгенде. Сабақта тұрмалы сөйлем болып тұр. Ал ана arrived'ті етістіктің, точнее, бастауыштың алдына тығып қойған. Значит, бізде кетті А кетті, Б кетті, С кетті. Дұрыс па? Енді қалды Д мен Е. Ал кеттік. Е болады ғой. Е болады. Неге? Құлаққа солай жағымды естіліп тұр ма? Сол үшін болды ма? Просто автоден кейін ай келіп тұрған жоқ па? Тема, молодец. Айтып отырмын ғой, кішкене логиканы босатып болсақ, постоянно разговор жасаймыз, кішкене логиканы босатып болсақ, солай шығарып аламыз өзі. Автоден кейін не істеймін, immediately тұр ғой. Даже сөйлем аудармасын білу қажеттілігі жоқ қой бұл жерде. Получается, бізде Д вариантына былай жатыр да. Я позвонил домой после сразу я приехал в аэропорт болып тұр. Ал Е вариантында я позвонил домой сразу, как только приехал, немесе добрался до аэропорта. Е дұрыс қой онда. Immediately мен автордың орнына ауысып кеткен. Д-да. Соны жаңа айтты ғой.
Тема, молодцы. 8'de iyi oldu. Okay, find the correct sentence. He always wake up at 6:30. Ya. Mынаны жаттап алыңыздар. Келесі бетке көшемін. He always wake up. Давайте сразу айтайық. Мына жерде he always wake up деген кезде дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс. Дұрыс емес. Ha. Неге дұрыс емес? Vay. Wakes up Always ба, wakes up. Ооо, шахтарды білетін адамдар бар Wakes up екен ғой, болу Құдайға. He деген үшін Қасым ағайдың арқасы ғой. Ооо, He деген- Қасым ағайдың сабағын оқу керек екен да, 12 шақты сонда. Тема. Яғни he болып тұр. He болып тұрған кезде біз етістікке деген арқасынан жыланын жалғайтын едік қой. Сол жыланын жалғап қою керек ана. He wakes up болу керек еді. Сол үшін бізде А вариантына қоя қой сен айналайын, пока үйіңе қайта тоя бер. Сен түсінбепсің әлі деп айтамыз. Екіншісінде, үшінші, Б, С, Д, Е. Уже бәрінде бар. Always he-дан кейін келеді ғой. А? Көбінесе subject пен баяндаушының арасында always келеді ғой. Ол always деген не ол? Яғни Әрқашан деген. Әрқашан ғой. Аха. Арқа Хиден кейін әрқашан жүру керек. Қалай? Неден кейін? Ол деген сөзден кейін Бастауыш пен баяндауыштың әрқашан ортасында. деген міндетті түрде екінші жүру керек. Жақсы, идея жақсы. Арман сіз айтып жатқан? Бастауыш пен баяндаушының ортасында болады деп отырмын. Я, біз айттық, I love you дедік, я, ол 95 случайда сондай. Бірақ бізде мезгіл, мекен, жиілік пысықтауыштары бар, который олар мына бастауыш тұр, баяндауыштың екеуінің ортасында қалатын. Always деген сөз сондай сөздердің біреуі. Always, sometimes деген сияқты сөздер осылай бастауыштың баяндауыштың екеуінің Usually, often. сонда бізде Б варианты дұрыс. Бұл сөйлем қалай аударылады? Арман? Ол ылғи. әрқашан автобуста тұрады. Алты Әрдайым, күн сайын емес. Күн сайын, күн сайын Ол емес. всегда азында автобуста тұрады. Молодцы, ризам. Жігіттер, қыздар, ризам. Что қатысып отыр? Иә. Стенаға сөйлеп отқан жоқпын. Оған да Құдайға шүкір. Так, оқып жатсыздар. Оған вообще Құдайға шүкір. Онға келдік. Make up a sentence from the words given below. Bir нәрсе, stood, Antonia, the, on, black, fig, by the fire дейді. Иә? Қайсыны алып тастайын сразу? Соны. Соны? Иә. Неге сын алып тастайын? Антония ең соңына кетіп қалған ғой. А вариантында. Соңында келе бере ма бастауыш? Адам есімі. Жоқ. Молодец, Айна дұрыс айтады. Айна дұрыс айтады. Аны алып тастайын. Мен көріп тұрған нәрсем сразу алып тастау керек нәрселер бар мына жерде. Көріп тұрсыздар ма не? Бимен Е вариантында алып Тут дегенде ең соңында кетіп қалған ба? Деймен қайсың? Мен ені алып тастаймыз. Молодцы, не үшін? Өйткені он деп басталмайды ғой көбінесе. Адамның есімі Бастауыштан басталып Демеуліктен басталмайды ғой. Тема, дұрыс. Сөз. Енді бұл мынандай, қыздар жігіттер, айтайын. Сөйлеген кезде, ағылшын сөйлеген кезде және өмірлік ситуацияларда он деп бастала береді, проблема жоқ ода. Мынаны даже өлең есебінде алып, on the thick black rock, Antonio stood by the fire деп өлең есебінде алсам да болады, негізі. Бірақ біз қазір тест туралы айтып отырмыз, және біз грамматика туралы айтып отырмыз, және ол грамматика тұрақтылығы жөнінде айтып отырмыз. Сондықтан да on деп басталатын бәрін үйге қайтыңдар дейміз. Бүгін сендердің күндерің емес. Бүгін былай сөйлеспейміз. Потому что сөйлем үстінде деген нәрсемен басталмайды. Бізде басталып сөйлем бастауыштан. Сонда бізде момент қалды. Antonio stood on the thick black rock by the fire деді. Біріншісі, екіншісі. Antonio stood on the rock by the thick black fire. Болады шығар. Неге?
Анау by the fire деген, в общем, жатталып қалған дейді. Тіркес па, қалай айтады? Жоқ, мұнда жатталып қалған тіркес жоқ. Не емес па? От Айтайықшы, fire деген не? Fire деген не? От. От қой. От, иә? Қара от бола ма? Жоқ. Золот болады. Қара от болмайды ғой. Дұрыс па? Болмайды. Сіздер бұл жерде ана бірінші исключение ететін нәрселеріңіз А, Д, Е ол түсінікті сөйлем дұрыс басталып тұрған жоқ. Енді сөйлем соңына келген кезде де мына жерде де біртүрлі болып тұр, иә. Но соның ішінен неге біртүрлі болып тұр деген кезде кішкене білетін сөздеріңіз жоқ, опять же. Black та білесіз, fire та білесіз. Black деген ол қара, fire деген от. Қара от болмайды ғой деген просто логика қосасыз да, все, онда б дейсіз, болды. Ананың жанындағы he stood on the thick black rock by the fire деген мағына білдіреді деген басқа түрдің қажеттілігі жоқ. Просто мен сөйлем on деп басталмайтынын білемін, болды, сендер үшеуін қайта тұрыңдар. Және қара от болмайтынын білемін, болды, онда б деймін, болды. Ал енді сол сөздің аудармасы Антония stood on the thick black rock by the fire деген сөз, Антония қалың қара Білем деп аударылды ма? Иә, коврик. мен естіп тұрмын. Антония қалың қара одеялдың үстінде оттың жанында тұрды. Жаурап қой примерно. Түсінік па? Аудармасында сол. Но біз бұл жерде просто логика қосып салдық. Хотя мына жерде не деген сөйлем деп негізі ашуға болады еді. Грамматиканың ішіне түсіндірумен кірсек. Дауысым естіліп тұр ма? Нормально ма бәрі? Қалай скутовый. Ағай қосыламай отыр екен. Қайтып келдің. Дауысым естілді ма? 10-шы сұрақты талдаған кезде. Жоқ, сіз шықпай қалдық оны. Еще раз тыңдаймыз. Мына жерде вроде бы қиын мида